Саламатсыздарбы окуучулар, 6-сынып математика китабынын 1283 эсебин чыгарайык. Дөңгөлек пишинде гүл эгилген гүлзардын радиусу ер метр, ал онун ауданы S метр квадрат дейт. Дөңгөлектин ауданынын онун радиусуна тәуелдүүлүк формуласын жазыңдар дейт. Яғни біз дөңгөлектин ауданын табатын формуланы жазамыз. Ауданды біз S менен белгилейбиз. Дөңгөлектин ауданын калай табамыз? Пи r квадрат, я? Бұл жердегі пи туракты сан. Пиіміз нешеге тең? 3,14-ге тең. Яғни бұл біздің дөңгелектің ауданын табатын формула. Олай болса бізге не деген? Формула бойынша біріншісі, егер радиусы 3 болса, ауданын табыңдар дейді. Біріншісін шығарайық. Ауданды табу керек, біз S тең мына формулаға жазамыз. Пиді біз неше деп алдық? 3,14 деп алдық. Көбейтеміз. R бізге 3 деп берілген болатынды. Олай болса, R-дың квадраты дегеніміз 3-тің квадраты болады. 3,14 көбейтеміз. 3-тің квадраты 9, я? 3-ті 2 рет көбейтеміз деген сөз. Енді қайтеміз біз? 3,14-ті көбейтіп береміз. 9 бен 28,126 сантиметр квадрат болады. Екіншісі, егер ер 4 болса, S-ті табыңдар дейді. S-ті табамыз, тең болады. Мына формулаға жазамыз. Пиіміз біздің 3,14 көбейтеміз. R бізде мына жерде 4 деп берілген. Олай болса 4-тің квадраты деп жазамыз. 3,14 көбейтеміз. 4-тің квадраты 16 теңестіреміз. 3,14-ті көбейтеміз 16 мен 50,124 сантиметр квадрат болады. Болды, біздің есебіміз осы. Егер есепті түсінсеңіздер, түсіндім деп комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де алдағы шығатын есептерді жоғалтып алмас үшін каналға жазылып, қоңыраушаны басыңыз.